Құрметті менің каналым оқырмандары, каналыма қош келдіңіздер. 7-ші сыныптың алгебрасы, функция тарауы, 3-те 1 есеп. 3-те 1 есепте берілген функцияның мәндері беріліп тұр. Осы мәндерді қойған кезде функцияның мәні қалай өзгереді, соны көрсетіп тұр. 3-те 1 есеп. Бірінші f от x тең болады 2x минус 5. Бірінші бізге x тең минус 2 болғанда дейді. Яғни x-тің орнына біз бірінші минус 2-ні қоямыз. Сонда 2 көбейтілген минус 2 минус 5. Бірінші жақшаның ішін орындап аламыз. Минус 4 минус 5. 2 терістен қосылады. Сонымен жауабы минус 9 болады екен. Екінші бізге минус 1-ді қой дейді. f минус 1 тең болады 2 көбейтілген минус 1 минус 5. Есептікі жақшаның іші саналғанда минус 2 болады. Минус 5 тең минус 7. Келесі, енді x-тің орнына 0-ді қой дейді. 2 көбейтілген 0 минус 5 тең 2 көбейткен кезде 0 болады. 0-ден 5-ті алатын болсақ минус 5 болады екен. Келесі, біз енді 1-ді қоямыз. 1 тең 2 көбейтілген 1 минус 5. Жақшаның бірінші көбейткен кезде 2 болады. Минус 5. Жауабы минус 3 болады екен. Келесі. Енді 2-ні қояйық. 2 көбейтілген 2 минус 5. 4 көбейтілген минус 5 тең болады минус 1 екен. Келесі есепке тоқталайын. 3-те 2 есеп. Берілген функцияның мәні аргументтің қандай мәнінде дейді. Яғни бұл жерде x-ті тап деп жатыр. Функцияның мәні бар. Бірінші берілген жазып алайық. f от x тең болады 2x минус 5. Бұл жерде f от x-тің орнына біз 3-ті қоямыз. Кеттік 3, яғни x табуымыз керек. Мақсатымыз, яғни x тәуелсіз айнымалы немесе аргумент деп айтуға болады. Соны табуымыз керек. 2x минус 5. Айнымалысы барын бір жағына, айнымалысы жоқты бір жаққа шығарайық. 3 плюс 5 тең болады 2x. Сонымен 2x тең болады 8. X тең болады 8-ді 2-ге бөлеміз. Сол кезде бізде 4 болады екен. Сонымен жауабы 4. Келесі. Екінші есепті қайтадан түсіндірейін. f от x 2x минус 5. f от x-тің орнына біз минус 1 қой дейді. Сонда минус 1 тең 2x минус 5. Минус 1 плюс 5 тең 2x. Мына жерде бізде 4 болады. 2x. X тең болады. 4-ті 2-ге бөлетін болсақ 2 болады. Сонымен жауабы 2 болады екен. Келесі. Үшінші есеп 0-ді қой дейді. 0-ді қояйық. Үшінші есепте 0 тең болады 2x минус 5. 2x-ті қалдырамыз. 5-ті теңдікті екінші бетіне шығарамыз. Сонда 2x тең 5 болады. X тең болады. 5-ті 2-ге бөлеміз. 2,5 болады. Сонымен жауабы 2,5 болады екен. Келесі үшінші есеп. Төртінші есепке келіп тұрмыз. Төртінші есепте берілген функцияға 10-ды қой дейді. 2x минус 5. 5-ті теңдіктің екінші бетіне шығарамыз. Сол кезде 15 2x болады. Енді x табу үшін 15-ті 2-ге бөлеміз. 15-ті 2-ге бөлетін болсақ 7,5 болады. Сонымен жауабы 7,5. Келесі есепке тоқталайық. 3-те 4 есепте бізге айтып жатыр берілген функцияның дейді. 3-те 4 есепте берілген функцияны жазып қояйық. f от x тең 1,2x плюс 3,8. Енді бізге жауабы айтып тұр. x тең 1 болғанда f от x-іміз 3-ге тең бола ма? f от x-іміз бірінші жағдай үшін. Екінші жағдай үшін f от x-іміз 4-ге тең бола ма? Үшінші жағдай үшін
f at x 5-ке тең бола ма? Төртінші жағдай үшін f at x бізде 6-ға тең бола ма деп сұрақ қойып тұр, иә? Енді жауапты шығару үшін мына берілген функцияға бірді қоямыз. Сол кезде 1,2 көбейтілген 1 қосылған 3,8. Бірінші көбейтуді орындаймыз. 1,2 болады. Қосамын 3,8-ді, иә? Так, сонымен бұл жерде жауабы қосқан кезде 5 болады екен. Сонымен біздің үшінші жауабымыз дұрыс екен. f at x-іміз 1 болған кезде 5-ке тең болды. 3-ке тең емес, 4-ке тең емес, 6-ға тең болмай қалды. Келесі 3-те 5-ші есепке тоқталайық. Функцияның анықталу облысын сан жиыны арқылы жазып көрсетіңдер дейді. Берілген есепті жазып алайық. Бірінші f at x тең болады 0,5x плюс 4. Бізге анықталу облысын көрсетіп қойған, иә, қос теңсіздікпен. Енді осыны анықталу облысын, берілген функцияның анықталу облысын біз сан аралығы арқылы көрсететін болсақ, бізде екеуі де кішіне тең болып тұрғандықтан біз тік жақшаны қоямыз, яғни кесіндіні 0 мен 3 кесіндісі екен. Келесі есеп. Берілгенін жазып қояйық. f at x тең болады 0,3x минус 2. Бізге анықталу облысы беріліп тұр. df дейміз. Тең болады тік жақша, яғни кесіндісі минус 2-ден 1 кесіндісі екен. Келесі үшінші есеп. f at x тең болады 4 минус x. Бізге сан аралығы беріліп тұр. Енді осыны анықталу облысы беріліп тұр. Енді оны сан аралыққа көрсетейік. Анықталу облысын бізде сан өсіне салып көрсететін болсақ, так, мына жерде бізде боялып тұрады, иә, минус 2 болады, x үлкенлеп тұр. Яғни біз 10-ға қарай жүреміз. Сонда тік жақша 2-ден плюс шексіздікке дейін екен. Шексіздікі әрдайым жай жақша болады. Так, мынаны сан өсіне салатын болсақ, иә, ол кезде екеуі де боялады, 0 боялады 3. Мына осы аралықты көрсетіп тұрмыз. Так, мына жерде көрсете кетейін. Сан өсіне салған кезде боялады минус 2, боялады 1. Так, осы аралық бізде жауабы. Келесі төртінші есепке тоқталып жіберейін. Төртінші есепте бізде бөлшек түрінде беріліп тұр, иә? f at x тең болады x плюс 1 бөлінген 4. Кішіне тең 3-тен дейді. Так, бірінші сан өсіне салып көрсетейік. Так, мына жерде 3 болады. 3-тен кіші дейді, иә? Осы аралықты біз аралықпен көрсетейік. Так, минус шексіздіктен 3-ке дейін дейді, иә, жауабы. Келесі 3-те 6-шы есепке тоқталайық. 3-те 6-шы есепте берілген функцияның дейді 1 болғанда, минус 1 болғанда, 0 болғанда, 1 болғанда, 2 болғанда, иә, x-тің мәндері осында болған кезде берілген функцияның мәнін тап дейді. Ал көрейік. f at x тең болады 4 азайтылған 0,5 x болады. Так, енді біз бірінші минус 1-ді қоямыз. 4 азайтылған 0,5 көбейтілген минус 1. Так, енді мына жерде 4 минус пен минус плюс болып кетеді. 0,5. Так, бүтін мен бүтінді қосамыз. Сонда 4,5 болады екен. Келесі. Бізге енді минус 1-ді қойдық. Енді 0-ді қой дейді. Так, 0-ді қояйық.
4 азайтылған 0,5 көбейтілген 0. Так, 0-ге көбейткен кезде 0 болып кетеді. 4-тен 0-ді алатын болсақ 4 болады екен. Келесі бізге 1-ді қой дейді. Так, f 1-ді қоямыз. 4 азайтылған 0,5 көбейтілген 1. Көбейтуді орындаған кезде 0,5 болады. 4-тен 0,5-ті алсам 3,5 болады екен. Келесі 2-ні қой дейді. Так, 2-ні қоямыз. 4 азайтылған 0,5 көбейтілген 2. 2-ні көбейткен кезде 1 шығады. 4-тен 1-ді аламыз. Жауабы 3 болады екен. Келесі екінші есепке тоқталайық. Екінші есепте жазып алайық. f от x тең болады 3x минус 2. Енді бірінші минус 1-ді қоямыз. 3 көбейтілген минус 1 минус. Мына жерде минус 3 болады, минус 2 болады. Сонымен жауабы минус 5 болады екен. Келесі 0-ді қоямыз. 0 көбейтілген 3 минус 2. Так, 0 болып кетеді. 0-ден 2-ні алатын болсақ, минус 2 болады екен. Енді 1-ді қоямыз. 1-ді қойған кезде 3 көбейтілген 1 минус 2 көбейткен кезде 3 болады. 3-тен 2-ні аламыз, 1 болады екен. Келесі 2-ні қоямыз. Так, 3 көбейтілген 2 минус 2. Так, көбейткенде 6 болады. 6-тан 2-ні алсақ 4 болады екен. 3 оңай өте. Енді 4-ті көрсетейін. 4-ші есепте f от x тең болады 3 бөлімінде x плюс 5. Енді бірінші бізге минус 1-ді қой дейді. Минус 1-ді қойайық. Сонда 3 минус 1 плюс 5. Так, сонда алымы 3 болады. Бөлімі 5-тен 1-ді алсам 4 болады екен. Келесі бізде 0 қою. Так, 0-ді қоятын болсақ 3. Так, 0 қосылған 5. 3 бөлімі 0-ге 5-ті қосатын болсақ 5 болады екен. Келесі бізде 1. 1-ді қоятын болсақ 3, 1 қосылған 5. Сонымен алымы 3 бөлімі 6 болады екен. Келесі 2-ні қойсақ 3, 2 қосылған 5. Алымы 3 бөлімі 7 болады екен. Келесі 3-те 7 есепке тоқталайын. Берілген функция беріліп тұр, және оны кестені толтыр дейді. Енді жазайық. Формуласын f от x тең болады 2x минус 3. Енді бұл жерде x-тің мәні 0 болып тұр. Бірінші есепті қойайық. 0 болып тұр. 2 көбейтілген 0 минус 3 тең минус 3 болады екен. Жауабы минус 3. Келесі екінші есепте f от x-тің орнына, яғни x-тің орнына минус 1-ді қоямыз. Так, 2 көбейтілген минус 1 минус 3. Так, көбейткен кезде минус 2 болады, минус 3 тең минус 5 болады екен. Екінші есептің жауабы минус 5. Келесі үшінші есепте f от x-тің орнына, яғни біз 2-ні қоямыз. Ал кеттік, 2 тең болады 2x минус 3. Бұл жерде x табуымыз керек. 2x қозғалмайды, 3 қозғалады. 2 қосылған 3 тең 2x. 2x тең 5. X тең болады 2,5. Мына жерде бізде 2,5 болады екен. Келесі 4-ші есепте f от x, яғни x-тің орнына минус 2-ні қоямыз. 2 көбейтілген минус 2 минус 3. Так, мына жерде минус 4 минус 3 тең болады минус 7-ге тең. Мына жерде бізде минус 7-ге тең екен. Келесі 5-ші есепті жазайық. 5-ші есепте f от x-тің орнына 4,5-ті қой дейді. Так, 4,5 тең болады 2x минус 3. 2x қозғалмайды, 4,5 қозғалмайды, 3 қозғалады екен. Так, бүтіндерін қосып жібереміз, сонда бізде 7,5 болады. Сонымен x табу үшін 7,5-ті 2-ге бөлетін болсақ, бізде 3,375 болады екен.
3,75. Келесі 6-шы есеп. F от x-тің орнына 7-ні қой дейді. Кеттік ал. 7 тең болады 2x минус 3. 2x қозғалмайды. 7-нің қасына 3 барады. Сол кезде 10 болады. X тең болады 5 екен. 5 болады екен. Енді дәл мына жердегідей 7-ші есепте мына жерде 7 деген сан шығу керек. Қазір тексеріп көрейік. F от біз 5-ті қоямыз. 2 көбейтілген 5 азайтылған 3. Мына көбейткен кезде 10 болады. 10-нан 3-ті алатын болсақ 7 болады екен. Жауабы дұрыс. Келесі 3-те 8-ші есепке тоқталайын. Төртбұрыштың бір өлшемі 3 см, ал екінші өлшемі x см. Төртбұрыштың суретін салайық. Бір өлшемі 3 см, ал екінші өлшемі x сантиметр дейді. Бірінші тапсырма бойынша аудан тең болады 13,5 сантиметр квадратқа тең екен. Бір қабырғасы 3-ге тең, яғни бізде A деген қабырғасы 3 сантиметр екен, ал бізде V деген қабырғасы ол x сантиметр екен. Сонымен жауабы бізге V-ны табу керек. Яғни x-тің мәні қаншаға тең болып тұр, соны табу керек. Енді не істейміз? Шешуі. Шешуі біз деген S тең болады. Төртбұрыштың ауданының формуласын қолданамыз. Бұл жерде S деген жерге 13,5 қоямыз. A деген жерге 3 қоямыз. V деген жерге x қоямыз. Енді x табу үшін 13,5-ді 3-ке бөлеміз. Сол кезде бізде 4,5 болады екен. Жауабы 4,5 сантиметр екен. Келесі енді екіншісіне тоқталайық. Екіншісінде жаңағы төртбұрыштың қайтадан салайық. Бізде 3 сантиметр ені. Бізде A ені 3 сантиметр. Бізде X, яғни біздің V деген мәніміз, яғни ол X болып тұр. 5,7 сантиметр. S тең сұрақ дейді. Енді S табу үшін не істейміз? S тең A көбейтілген бұны қолданамыз. 5,7-ні 3-ке көбейтеміз. Сол кезде бізде 17,1 сантиметрді сантиметрге көбейтетін болсақ, сантиметр квадрат болады. Жауабы 17,1 сантиметр квадрат болады екен. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Жақсы, сау, сәлеметте болыңыздар.